Енді мына егеу құйрық пайда болған біздер көріп жүрміз әлеуметтік желілерден. Шынымен де ол қауіпті жағдай. Себебі бұл не үшін ондай жағдай пайда болды? Бұл осы егеу құйрықтың көбеюіне бір жақсы бір қолайлы жағдай қалыптасқанды білдіреді. Яғни оларға қолайлы жағдай болғаннан кейін олар көбейген. Енді бұл әрине бәрімізге белгілі, олар егеу құйрық болсын, тышқан болсын, үй тышқаны, олар көптеген инфекциялық аурулар таратуы мүмкін. Сондықтан біздің қазір теңіздің жағасында да, жалпы қаланың шағын аудандарының ішінде де қоқыстар бірнеше күн бойы уақытында шығарылмай, асып толып, жан-жаққа ұшып жатады. Себебі біздің Ақтау қаласында жел жиі болып тұрады, сондықтан ол өте қауіпті, жан-жаққа ұшып инфекцияны таратуы мүмкін. Бұл бір мәселе. Екінші мәселе, егерде осы егеу құйрықпен үй тышқандарының көбеюімен бірге сол уақытта дала кеміргіштерді көбейетін болса, мысалы үлкен құм тышқан, ондай кезде олар бір-бірімен кездесіп, дала құм тышқанның бүргелері біздің мына егеу құйрықпен үй тышқандарының терісінен табылатын болса, онда ол өте қауіпті, яғни оба ауруын таратуы мүмкін деген қауіп бар. Бұл жағдайда дератизация іс-шаралары жүргізілу керек деп ойлаймын. Соңғы рет 10 жылдан асты дейді жүргізілмегеніне. Ол өте қауіпті, ол әр жыл сайын жүргізіліп тұру керек. Бұл жерде әрине жауапкершілікті күшейту керек. Теңіздің жағасында демалған адамдар өзінің қоқыстарын, жеген тамақ қалдықтарын өзімен бірге алып кетіп, немесе бұл жерде контейнер, урналар жетіп жатыр, соларға да салып кету керек. Ал бұны тастап кеткен адамдарға қарсы әкімшілік іс қозғалып, оларды тиісті жазаға тарту керек деп ойлаймын. Қазіргі жағдайда теңіздің жағалауында бейнекамералары бар, полиция бекеттері бар, сондықтан бұл қиын деп ойламаймын. Яғни оны қолға алу керек.